Бейнеролик BRICS-Bet компаниясының қолдауымен түсірілген жоғары коэффициенттер, жедел төлемдер, оперативті қызмет және әрине жандос промокодымен 100% бонустар сіздерді төмендегі сілтемеде күтеді. Біз сіздерге тек сәттілік тілейміз. BRICS-Bet сілтемесі төменде. Мадридтік Реал мен Барселонаның жанкүйерлері бір-бірін жек көретіні бізге бұрыннан мәлім. Алайда патшалық клуб пен блограндықтарды басқа клубтың жанкүйерлері де ұната қоймайды. Дәл осы бейнероликте әлемді екіге бөлген Реал мен Барселонаны басқа клубтың жанкүйерлері неліктен жек көретінінің негізгі 5 себебін талқылап көрмекпіз. Арнамызға жазылып, қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Бірінші себеп әрине Еуропадағы тіпті әлемдегі доминация болар. Реал мен Барселона әлемге ең танымал өте бай клубтар. Жыл сайын испандық қос грант түрлі еуро титулдарды өзара бөліседі. Чемпиондар лигасын Ливерпуль ұтқанға дейін соңғы 5 жыл бойы 4 рет Реал және треблмен қосы бір мәрте Барселона алды. Ал алтын доп жүлдесін Рикарду Какадан кейін 5 мәрте Барселонадан Месси және 5 мәрте Реалдан Роналду мен Модрич бөлісті. Ішкі чемпионатта классикалық дуэт тек Атлетикоға ғана анда-санда күміс пен қоланың дәмін таттыртады. УЕФА-ның және ФИФА-ның жүлделерінде соңғы 10 жылдықта Месси мен Реалда ойнаған Роналду алды. Ал символикалық құрамалардан 90%-ын әрқашан Реал мен Барселонаның ойыншылары құрайтын. Жанкүйерлері болмасан, оларды қалай ғана қызғанбайсың. Екінші себеп Реал мен Барселона ақша қапшығы. 21 ғасырдың басында Флорентино Перес Галактикос жобасының негізінде әлемнің ең үздік футболшыларын жинады. Зинедин Зидан, Майкл Оуэн, Роналдо, Дэвид Бекхэм және Луиш Фигу. Дәл осы бестікке Реал сол кез үшін ақылға сыйымсыз 229 миллион евро жұмсады. Галактикос патшалық клубқа маркетинг істерінде және жарнамалық табыстар әкелсе де, жұлдызды бестік тек бір мәрте чемпиондар кубогы мен Испания чемпионатының жалғыз мәрте бағындырды. Дәл сол жылдары Барселона Ла Масия мектебінің түлектерін жұлдыз қалса да, Барса атышулы трансферлер жасамады деген сөз ертегі әрине. Рональдиньо, Самуэль Этоо, Златан Ибрагимович, Ривалдо бұл төрттіктің құны да аз емесі белгілі. Соңғы 10 жылдықты алсақ, Реал Роналду мен Гарет Бейл арқылы трансферлік рекордқа жаңартулар енгізді. Барселона Суарес, Месси, Неймар, Каутиньо және Дембеле үшін қаржылық фейрплейді бұзу қаупіне тәуекел етті. Реал мен Барселона трансферлерге қанша шығындалмаса да, ПСЖ мен Манчестер Ситидің шығындарына жетпейді. Десе де Перес пен Хосе Бартомеу ақшаны тек керекті ойыншыларға жұмсап, трансферлері көбінесе өздерін ақтайды. Дәл сол себепті де оларды барлығы жек көрмей ме? Әйтпесе ақша қапшықтары Еуропада өте көп емес пе? Үшінші себеп симуляциялар. Реалдың басты симулянты бір кездері Роналду болды. Битисқа, Миланға және Барселонаға қарсы қойылымдары жеке Криштің және Реалдың беделіне нұқсан келтіретін. Рамос пен Казимироның актерлық шеберліктерімен әлі де жұмыс жасаған жөн болады. Ал Барселонаның симуляцияларынан үлкен эпопеялық 2 томдық кітап жазуға болады. Луис Суарес, Джорди Альба, Серхио Бускетс, Дани Алвес, Неймар тіпті өмірі симуляция жасамайтын Лионель Месси. Желтая за симуляцию. Да, лучшие игроки мира тоже симулируют. И здесь было видно, что Лео очень хотел упасть. Да. Месси не святой. Ну, конечно. Басқа клубтың футболшылары ешқашан симуляция жасамайтындай, тек Реал мен Барсаны ғана айта берудің негізгі себебі бүгінгі тізімнің бірінші факторы. Егер сен әлемде үстемдік жүргізсең, сенің әрбір минусың халықаралық деңгейдегі проблема. Міне солай.
Келесі себеп клуб аңыздарына деген сыйластық танытпау. Бұндай жағдай көбінесе Реалдың тарапынан байқалады. Егер сен бұрынғы топ формаңды көрсете алмасаң, шығатын есік ана тұста. Икер Касильясты Перес қалай қуып шыққанын бәріміз білеміз. Ал Рауль Гонсалеске қоштасу ойынын Реал тек 5 жыл өте жасап берді. Барселонада әрқашан аңыздармен сыйласа бермейді. Клубта қатты қалғысы келген Дани Алвес басшылықтан тағы бірнеше жылға келісімшартты ұзартуды сұрады. Алайда клуб маусым аяқталғанша үндемей келіп, ойыншыға клубқа керек еместігін айтты. Алвес туриндық Ювентусқа бос агент құқығымен ауысты. Барселона жайлы айтқан соңғы сұхбаттарында Алвес Барса басшылығы маған сыйластық танытпады. Олар маған жаңа келісімшарт ұсынбайтындықтарын білсе де үндемей келді. Оларға енді менің алаңда жан ұшырып төккен терім жетпейтін болады. Жаңа келісімшартқа үміттенген мен жанкүйерлермен қоштасып та үлгермедім деді. Және де соңғы себеп төрешілердің Реалдан немесе Барселонаның пайдасына қабылдаған шешімдері болар. 2009 жылғы жартылай финалдағы бас төрешінің Барсаға айқын жақтасуы. 2017 жылғы камбэктегі өте күмәнді және күмәнді емес 100% айқын сәттері. Рамостың финалда анық офсайдтан соққан голы. Бұның бәрі Реал мен Барселона төрешілерді сатып алады деген ойға түйінделеді. Тіпті бәрі олай болмаса да басқа клубтың жанкүйерлері үшін бұл бәрібір солай болады. Соның нәтижесінде осы екі клубқа деген симпатия жек көрінішке айналады. Ал сіз қай клубтың жанкүйерісіз? Реал мен Барселона жайлы пікіріңіз қандай? Ойларыңызды комментарияға жазып, келесі қай клубты алатынымызды ұсынуды ұмытпаңыздар. Арнамыздың басқа жердегі парақшаларына жазылып, бізбен бірге болыңыздар. Келесі кездескенше достар, футбол бірінші орында.